Саламатсыздар ма? Бұл Гүлсан канал тағам каналы. Мен бүгін сіздерге осындай үлпіл деген кекіс пісіретін боламын. Не осындай болып шығады. Үлпілдеп, жұмсақ, тәп-тәтті, бір жасағаннан жақсы болып шығатын кекіс дайындаймын. Оған керекті заттарым: айран, разрыхитель, қызыл бояу, 2 жұмыртқа, қант, ұн, какао. Керек заттарым. Енді 2 жұмыртқамды жарып алып саламын. Осыны енді миксердің көмегімен миксерлейміз. Мен қант салдым, арасына жартысын салдым әуелі. Осылай миксерлейміз, кішкене ақ көбік болғанша. Массамыз көтерілу керек, кішкене аппақ болып. Реакция беріп жатыр. Енді қалған екінші қантымызды салып жатырмын. Осыны енді аппақ көбік болғанша миксерлейміз. Міне осындай болып шығады. Енді оған дейін айранымызға қызыл бояуымызды құямыз. Енді араластырамыз. Осыны қызыл бояу шықты, цветі келді. Мен бояуын аз қостым. Сан құттай песок салып жібереміз, араластырамыз тағы кішкене. Оған дейін ұнымызды, какаомызды, разрыхителімізді араластырып аламыз. Шым ас содасын салдым. Содасы көп болса қышқыл болып кетеді. Өстіп електен бір өткізіп алдым. Дайындап алдым. Енді манағы соғып қойған жұмыртқама қызыл айран бар құйдым. Енді осыны араластырамыз. Ұнымызды араластырып отырып саламыз. Осылай қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Ұнды да мен 2 бөлікке бөліп салып жатырмын. Осылай бәрін әбден араластырып аламыз. Оған дейін пешімізді қыздырып қоямыз. Құттай сармай қостым, ерітілген. Осыны сармай қосып, бәрін әбден араластырып аламыз. Енді ыдысымызды майлап аламыз. Енді осыған дайын тестімізді құямыз. Міне мынадай шыққан тестім. Осыны құямыз қасықтап ыдысымызға.
осылай барлығын құйып шығамыз. Құйып болды. Енді осыны қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. 30 минут 180 градуста пешке пісіріп аламыз. 30 минут міне пісіп шыққан. Осыны енді суығанын күтіп, силиконовый ыдысынан шығарып аламыз. Міне дайын кексім. Піскенде осындай болып шығады. Жұмсақ, үлпілдеп. Жегенде жақсы. Жұмсақ, тәп-тәтті ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет баршаға.